Маслоудың қажеттіліктер пирамидасы. Қайырлы күн, қымбатты достар. Сіздермен бірге пайдалы психология арнасы. Бүгінгі видеода осы Маслоудың қажеттіліктер пирамидасы туралы айтып өтетін боламыз. Сонымен қажеттіліктер пирамидасы дегеніміз не? Оны қалай түсінеміз? Әйгілі америкалық психолог, гуманистік психологияның негізін салушы Абрахам Маслоу 20 ғасырдың бас кезінде адамның бойында кездесетін негізгі қажеттіліктердің типологиясын жасаған болатын. Ол қажеттіліктердің негізгі түрлерін атап қана қоймай, пирамида түрінде көрсеткен болатын. Яғни пирамиданың бірінші бастапқы сатылары бұл негізгі базалық қажеттіліктерді көрсетеді және жоғары өрлеген сайын әрбір жаңа деңгейге көтеріліп отырады дейді. Пирамиданың шарбасы ең соңынан пайда болатын қажеттіліктер, яғни қажеттіліктердің ең жоғарғы деңгейі болып саналады. Сонымен Маслоу бойынша қажеттіліктердің негізгі түрлеріне тоқталып кетейік. Ең бірінші физиологиялық қажеттіліктер. Адамның тәнінде пайда болатын базалық қажеттіліктер деп айтса болады. Олар тамақ ішуге, адамның шөлін басуға деген, ұйқысын қандыруға деген қажеттіліктер. Одан кейін пайда болатын негізгі қажеттіліктердің бірі бұл да қауіпсіздік қажеттіліктері. Адамның, яғни өзінің тәнін қорғауға деген, өзін қауіпсіз сезінуге деген бұл негізгі қажеттіліктер адамның киім кешекке деген, баспанаға деген қажеттіліктерін білдіреді. Одан кейінгі кезекте пайда болатын қажеттілік әлеуметтік қажеттіліктер. Бұл қарым-қатынасқа деген, адамның басқа адамдарға деген көзқарасы, қарым-қатынасы, достық қарым-қатынас, махаббат, басқа бір екінші адамды жақсы көруге деген, отбасын құруға деген қажеттіліктері осы сатыда пайда болады дейді. Ал одан кейінгі кезекте адамның құрмет, яғни басқалардың тарапынан сый құрметке бөленуге деген қажеттілігі. Және ең соңынан пайда болатын қажеттілік кемелдену. Бұл адамның бір жетістікке жетуге, өзін өзі дамытуға, кемелденуге деген қажеттілігі. Бұл барлық қажеттіліктердің соңынан пайда болатын қажеттілік деп есептейді Маслоу. Кейінгі кезде бұл иерархиялық байланыстар, жалпы бұл пирамиданың өзі де көптеген сындарға ұшырап жүр. Себебі адам өзі аш болса да, үйі болмаса да деген сияқты, басқа адамдарға деген қарым-қатынас жасауға деген қажеттілігі, өзін жетілдіруге деген қажеттілігі бола беретіндігін, адамда ондай қажеттіліктердің туындай беретіндігін алға тартып жүр. Қалай дегенмен де Маслоудың типологиясы психологиядағы әйгілі қажеттіліктер пирамидасы болып қала береді. Егер де сіздерге ақпаратым ұнаса, лайк басып, біздің каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.